Жыл басында Рудный қаласында 196 кәсіпкердің 285 миллион теңгеден астам сомаға салық берешегі болған. Енді микро және шағын бизнес субъектілері негізгі қарызды толық өтеген жағдайда өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығара алады. Толығырақ келесі сюжетте. Рудныйда кәсіпкерлер негізгі қарызын өтеген жағдайда өсімпұлдар мен айыппұлдар есептеген шығарылады. Бұл ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша салық берешегі бар микро және шағын бизнес субъектілеріне қатысты. Айта кетсек, 13 ақпанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару тәртібін айқындайтын бұйрықты бекітті. Кәсіпкерлер салық бойынша негізгі қарызын толық өтеген жағдайда осы мүмкіндікті пайдалана алады. У нас по городу Рудному... Рудный қаласы бойынша 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдайға сәйкес 196 борышкер тіркелді. Негізгі қарыздың жалпы сомасы 285 миллион теңге, ал өсімпұлдар мен айыппұлдар көлемі 145 миллион теңге. Мерзімдерге тағы бір рет тоқталсақ, ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан 31 наурызына дейін. Яғни өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару үшін борышкер негізгі қарыз сомасын толық көлемде өтеуі тиіс. Егер борышкердің қарызды бір реттік төлемнен жабуға мүмкіндігі болмаса, ол төлемді кезең-кезеңмен жүзеге асыра алады. Қарызды бөліп төлеуге рұқсат етіледі. Төлем саны шектелмейді. Алайда басты шарт негізгі қарыз толықтай 2026 жылдың 31 наурызына дейін өтелуі қажет. 31 марта 26 года. Егер 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша негізгі қарыз өтеліп, тек өсімпұлдар мен айыппұлдар қалған болса, мұндай сомалар есептен шығарылмайды. Рудный қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында берешек өтелгеннен кейін жеке шоттарды тексеретін комиссия құрылған. Арнайы өтініш беру немесе салық органдарын қосымша хабарда ету талап етілмейді. Есептен шығару бекітілген қағидалар аясында автомат түрде жүргізіледі. Мы проинвентаризировали. Бүгінгі күнге дейін біз борышкерлердің жеке шоттарына түгендеу жүргіздік. Қазіргі уақытта Рудный қаласы бойынша 32 салық төлеуші 14 миллион теңге көлемде негізгі қарыз өтеді. Осыған байланысты олар бойынша 364 мың теңге мөлшеріндегі өсімпұлды есептен шығаруға дайынбыз. Бұл жұмыс күн сайын жалғасуда. Борышкерлердің жеке шоттары тұрақты түрде қаралып отырады. Тағы бір атап өтетін жайт, егер бір борышкерлердің бірнеше салық түрі бойынша міндеттемесі болып, соның үшеуі бойынша негізгі қарызды толық өтесе, біз сол өтелген берешектерге қатысты өсімпұлдарды, сондай-ақ бар болған жағдайда айыппұлдарды есептен шығарамыз. Просматриваются лицевые счета. Егер кәсіпкер бұйрық күшіне енгенге дейін негізгі қарызды да өсімпұлды төлеп қойған болса, қайта есептеу нәтижесінде төленген өсімпұл сомасы артық көлем ретінде көрсетіледі. Оны салық төлеушінің жеке кабинет арқылы қайтарып алуға немесе болашақ салық міндеттемелері есебінен жатқызуға болады. Маңыздысы, бұйрықтың әрекеті тек микро және шағын бизнес субъектілеріне қатысты. Орта және ірі бизнес бұл нормаларға кірмейді. После погашения должником Борышкер негізгі қарыз сомасын өтегеннен кейін жеке шоттарын тексеру үшін салық органдарына қоңырау шалу немесе қандай да бір өтініш беру міндетті емес. Бұл бәрі бұрын айтылған бұйрықпен бекітілген ережелер аясында автомат түрде жүргізіледі. Мысалы, егер салық төлеуші осы жылы бұйрық қабылданғанға дейін негізгі қарыз бен өсімпұлды өздігінен өтеген болса, қайта есептеу нәтижесінде ол төлемнің өсімпұлға қатысты бөлігі артық төлем ретінде көрсетіледі. Осы артық төлемді салық төлеушінің жеке кабинет арқылы қайтарып алуға немесе оны болашақ салық міндеттемелерін өтеуге бағыттауға болады. Данного приказа. Мемлекеттік кірістер қызметкерлері жыл сайын борышкерлердің саны азаятына, ал салық салу мәселелері бойынша азаматтардың сана сезімі арта түсетініне сенімді. Технически развито. Біздің жұмысымыздың басты міндеттерінің бірі берешектің уақытылы алдын алу және азаматтардың салық міндеттемелері туралы хабарлығын арттыру. Іс-шаралар барысында көптеген азаматтар өздерінің қарыздары туралы білмегені жиі кездеседі. Олардың кейбіреулері бұл туралы білгеннен кейін қарызды сол жерде төлейді, немесе қажетті мәліметтерді алғаннан кейін оны кейінірек жасайды. Мемлекеттік кірістер қызметкерлері сонымен қатар азаматтарға салық қарыздарымен байланысты жағымсыз салдардан қалай аулақ болу керектігін түсіндіретін ақпараттық семинарлар мен түсіндіру шараларын өткізеді. Қалай болғанда да адамдарды азаматтық жауапкершілікке шақыру керектігін айтқым келеді. Кез келген жағдайда сіз заңды бұзған жағдай бар. Бірақ түсіністікпен қарап, заң саласында шешіңіз. Барлық қарыздарыңызды өтеңіз. Мен мүмкіндікті пайдалана отырып, салықтық қарыздардың өте үлкен екенін айтқым келеді. Кез келген жағдайда біз бұл айыппұлдарды орындау үшін алған кезде, әрине борышкер жеке сот орындаушысының қызметі үшін төлем түрінде қосымша ауыртпалық іздейді. Количество должников 196 должников было.